Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан шығатын өте дәмді жіп-жіңішке блинчиктер жасайтын боламыз. Ал жасауды бастайық. Бізге ең алдымен 3 жұмыртқа қажет болады. 3 жұмыртқаны жақсылап араластырамыз. Оның үстіне жарты қасық тұз және де 3 ас қасық қант қосамыз. Барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырып шығамыз. Енді осының үстіне 1 стакан сүт қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, жаңағы стаканмен 1,5 стакан ұн қосамыз. Стаканмен өлшегенде менде 500 грамм ұн қосылған болатын. Барлығын біркелкі етіп араластырып шығамыз, іртіктері кету қажет. Енді осының үстіне тағы да 1 стакан сүт қосамыз. Барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырып шығамыз. Осының үстіне 1 стакан кипяток, яғни қайнаған суды қосамыз. Сүт, ұн және де жылы су 1 стаканмен өлшенеді. Барлығын жақсылап араластырып, енді үстіне 3 ас қасық сұйық май, яғни күнбағыс майын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Енді қимақтарымызды пісіруге кірісеміз. Қызып тұрған сковородкаға кішкене май жағып, оның үстіне 1 ожаудан құятын боламыз. Сөйтіп блинчиктерімізді 2 беті қызарғанша аударып пісіреміз. Осы рецептпен қимақтарды пісіру кезінде асты жабыспайды және де жіп-жіңішке болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ас болсын. Менің каналымдағы рецепттер сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып және де тіркелуді ұмытпаңыздар.